Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай қазақи нақыштағы әдемі, ерекше этнос стильде сырға жасайтын боламыз. Сол себепті видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп кетіңіздер. Мен алдын ала керекті заттардың бәрін алдыма дайындап алдық. Ендеше видеомызды бастайық. Ең бірінші бізге пинный керек болады. Осыны біз дөңгелекшесін ашамыз. Және дәл осыған біздің, яғни шашағымызды кигізетін боламыз. Мінекей ашып, яғни ішіне осылай шашағымызды кигізіп аламыз. Енді осы пинныйымызға 5 беконус жинайтын боламыз. Және пинныйымызды, яғни қайырамыз. Мінекей осылай қайырып, дөңгелекшетіп, бізде осындай пайда болады. Бізге осындай 5 керек болады. Мінекей біреуін дайындадық. Енді екіншісін қайтадан пинныйымыздың астын ашамыз. Яғни осы бір сырғаның жасалуы өте оңай. Міне кигіземіз шашағымызды. Және оны круглогубцамен қысамыз, қайтып орнына келтіреміз. Мінекей. Енді осыған 5 беконусымызды жинайтын боламыз. Мінекей. 1, 2, 5. Мінекей. Пинныйымызға 5 жинадық. Енді қалған жерін, яғни пинныйымызды қайратын боламыз. Қайрамыз. Және оны дөңгелекше қылып артқа қайырып алып келеміз. Мінекей. Бізде осындай дөңгелек пайда болу керек. Міне бізде екіншісі дайын болды, шашақтың. Дәл осындай бізге 5 керек болады. Мінекей, екіншісі. Осылай 5 жасайтын боламыз. Мінекей мен 5 дайындап алдым. Енді бізге дәл осылай сырғаларды жасағандарымызды дәл осылай құрастыруымыз керек болады. Ендеше ең бірінші швенцімізді кигізіп аламыз. Мінекей. Енді осыған, осы қазір жасағанымызды кигізетін боламыз. Ең бірінші жапқанымызды ашамыз. Ашып, кигізетін боламыз. Мінекей, осылай жабатын боламыз. Дәл осылай екіншісін жасаймыз. Осылай кезекпен кезек 5 кигізіп шығатын боламыз сырғамызға. Мінекей. Дәл осылай кигізіп шығамыз сырғамызға. Мінекей, мен 5 кигізіп шықтым. Қараңыздар, қандай әдемі ерекше бізде сырға пайда болды. 5 минутта жасап алуға болады. Қараңыздар, өте ерекше. Өте әдемі, өте ерекше. Видео ұнаған болса, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар, алда ерекше қызықты видеолар шығып тұратын болады. Өздеріңізге осындай бұйым жасап алуға кеңес беремін.